Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай өте тез және әдемі болып шығатын бантикті жасаумен бөлісетін боламын. Осындай фатин матасынан ең оңай және тез тігілетін бантик түрін жасауды үйрететін боламын. Бұл және өте арзанға шығады. Міне мен матаны бірнеше рет қабаттап бүктеп алдым және 2 рет осындай 15 см рет белгілеп осылай сызып алдым. Енді осыны қиып аламыз. Міне қиып алдым. Енді осылардың жиектерін қиып тастайтын боламыз. Міне қиып алдық. Енді осының дәл ортасын тауып, бормен сызып алсаңыздар да болады. Дәл ортасын тауып, машинада ең ірі тігіспен бір рет қана тігіп шығатын боламыз. Қазір осының дәл ортасын тауып аламыз. Ең оңай жолы дәл осылай екіге бүктеп отырып, бір өтектеп шықсаңыздар болады. Қазір өтектегеннен кейінгісін көрсететін боламын. Міне осылай екіге бүктеп алдым, яғни қырын шығарып, енді қазір ашып, осы бізге көрініп тұрған қырынан тігіп шығамыз. Түзу тігіспен ең ірі етіп тігіп шығатын боламыз. Міне осылай тігіп алдым, барлығын бір тігіспен дәл ортасынан. Енді осылай бір жібін тартып отырып, жиырып аламыз. Барлығын толық жиырып аламыз. Осылайынан етіп, барлығын жиырып аламыз. Сонда ол осындай болып шығады, барлығын жиырғанымызда. Өте аз болып. Енді осыны бүйтіп бір-біріне келтіріп, ине жіппен қазір дәл ортасына бүйтіп барлық тігістерін бір-біріне келтіріп отырып, осылайынан 1-2 рет қайтарып тігіп аламыз. Және бір жеріне резинасын байлай қоямыз, тіге қоямыз. Мына екі шетін бір-біріне біріктіріп, ине жіппен тігіп аламыз. Енді әрбір шетін бүйтіп бір-біріне біріктіріп отырып, тігіп шығамыз. Тігіп алдым. Енді осы жерге бірденен резинаны тігіп кететін боламыз.
осы жерден түйіндеп енді мынаның барлығын осылайынан ашып ішіне ертетін боламыз. Міне осымен біздің әдемі бантиктеріміз дайын болды. Өте оңай, тез және өте арзанға шығады. Назар салып тыңдағандарыңызға, видеомды толық қарағандарыңыз үшін рахмет.